Қайырлы күн балалар, бізде бүгін 742 есепті қарастырамыз. Бұл 5 сынып математикасы. Жай бөлшектерді қысқартып, ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Бірінші бізде не берілген? 15-тен 12 берілген. Берілген қайттан оқысақ, жай бөлшектерді қысқартпайды. Бізде жай бөлшек берілген, осыны қысқарту орындап, оны ондық бөлшекке, яғни өтірмен жазуымыз қажет. Енді қарайық, 12 мен 15 берген. 12 дегеніміз ол бізде 4 пен 3-тің көбейтіндісі, және де 12 дегеніміз ол 2 мен 6-ның көбейтіндісі. 15 дегеніміз ол 5 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда бізде екеуінде ортақ 3 бар, демек біз 3-ке қысқартамыз. 3-ке қысқартсақ бізде 4 қалады, 15-ті 3-ке қысқартсақ бізде 5 қалады. Бөлімінде бізде 5 бар, алымында бізде 4 бар. Енді бізде ондық бөлшекке айналдыру үшін бөліміміз бізде қандай болу керек? Ондық, жүздік, мыңдық болу керек, және солай кету керек. Бізде ең кішіден бастайық, 10-ға 5 келе ма? Келеді, 5-тен 4-ті 2-ке көйтсек, астымыз, бөліміміз 10-ға келеді. 5-ті 2-ке көйтеміз 10, 4-ті 2-ке көйтеміз 8. Біз алымында бөлімінде бірдей санға көйтеміз. Сонда бізде не болды? Бүтін санымыз бар ма? Алдымызда жоқ. 0 бүтін болады. Бүтін дегеніміз өтір. 10-да бізде 1-0. Демек, алымында бір сан, демек 8-дің өзін жазамыз. Келесіден қарайық. 35-те 21. Бізде 21 дегеніміз 7 мен 3-тің көбейтіндісі. Ал 35 дегеніміз 7 мен 5-тің көбейтіндісі. Екеуінде 7 бар. Демек, 7-ге қысқартамыз. 7-ге қысқартсақ 3 қалады, 7-ге қысқартсақ 5 қалады. Бөлімінде бізде 5 қалды, алымында бізде 3 қалды. Енді біз осыны ондық бөлшекке айналдырсақ, не істейміз? Көбейтеміз, бөлімін 10-ға келтіріп аламыз. Біз 2-ке көйтсек 10-ға келеді. Алымында бөлімде 2-ке көйтеміз. 5 2-ке көйтсек 10, 3-ті 2-ке көйтсек 6. Бүтін санымыз жоқ, 0, 10-нан 6. Келесін жазайық. 30-дан 12. 12 дегеніміз бізде 3 пен 4-тің көбейтіндісі, немесе 6 мен 2-ның көбейтіндісі. Ал бізде 30 дегеніміз 6 мен 5-тің көбейтіндісі. Демек, 6-ға қысқартсақ болады, үлкен бөлгішке. Бізде 6-ға қысқартсақ 2, 6-ға қысқартсақ 5. Демек, қалады 5-тен 2. Бөлімінде тағы 5. Біз 2-ге көбейтсек, бізде бөлімінде 10 шығады, алымында 4 шығады, Не шығады сонда? 0,4 шығады. Келесі бізде 50-ден 45 берілген екен. Бізде 45 дегеніміз 5 пен 9-ның көбейтіндісі, 50 дегеніміз 5 пен 10-ның көбейтіндісі. Демек, 5-ке қысқартамыз. 5-ке қысқартсақ 9, 5-ке қысқартсақ 10 қалады. Бөлімінде не қалды? 10 қалды, алымында бізде 9 қалды. Бізде бөліміміз 10-ға келіп тұр, демек, арғарай келтіріп қажет емес. Бүтін саны жоқ, 0 өтір. 0 бүтін дейміз, 10-нан 9 деп жазамыз. Келесі, бізде 90-нан 18. Ең үлкен бөлгіш санын тауып аламыз. Бізде 18 дегеніміз 9 пен 2-ның көбейтіндісі, 90 дегеніміз 9 пен 10-ның көбейтіндісі, демек 9-ға бөлеміз. 10 шығады, 2 шығады. Бөлімінде 10 қалды, алымында 2. 10-дыққа бөліміміз келіп тұр. Демек, бірден 10-дық бөлшекпен жазып кетеміз. Келесі бізде 80-нен 56 дейді. 80-нен 56 дейді. 80 дегеніміз бізде 8 пен 10-ның көбейтіндісі, ал 56 дегеніміз ол 8 пен 7-ның көбейтіндісі. Демек, 8-ге қысқартамыз. 10-да 7 қалады. 10-нан 7. Бөліміміз бізде 10-ға келіп тұр. Демек, бірден 10-дық бөлшекпен жазып кетеміз. 10-дық бөлшек дегеніміз бізде өтірмен жазылады, балалар. Келесі бізде 12-ден 9, мына жаққа жазайын. 12-ден 9 берілген. 9 дегеніміз бізде 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Бізде қысқарт деп тұрғасын, міндетті түрде ең үлкен ортақ бөлгішін іздейміз. 12 дегеніміз 3 пен 4-тің көбейтіндісі. Демек, бізде 3-ке қысқарады, 3-ке қысқартсақ 3, 3-ке қысқартсақ 4. Қалады бізде 4-тен 3. Енді бізде бөліміне қарайық. 4-міз бізде 10-ға келемі. 10-ды 4-ке бөлсек, бөлшек саны шығып кетеді. 100-ді 4-ке бөлсек, 25 болады. Демек, бізде 4 болса, біз 25-ке көбейтеміз. Бөлімінде сонда бізде 100 шығады.
4 25-ке көйтсек 100 болады. Алымында 3-ті 25-ке көйтсек, бағандап көбейтіп білесіздер ме? Тексерейік. Бағандап көбейтеміз 25. 3-ті 5-ке көйтсек 15. 5-ін жазамыз бір ойда. 3-ті 2-ке көйтеміз 6. Ойдағымен 7. Демек бізде 75 шығады, е? Қарайық, бүтін сан жоқ. 0 бүтін болады. Бөлшектің бөлімінде бізде 100-де 2 0 бар. Демек, мұнда 2 сан болу керек. Алымын қарайық, бізде 75 2 саннан құралады. Демек, 75-тің өзін жаза береміз. Сосын бізде қалды 60-тан 21. Қарайық, 21 дегеніміз бізде 3 пен 7-нің көбейтіндісі, 60 дегеніміз 3 пен 20-ның көбейтіндісі. Демек, бізге 3-ке қысқартсақ. 7, мынақта 20 қалды. Бөліміндегі 20, алымында 7. Бөлімі бізде 10-ға келмейді. 10-ды 20-ға бөлсек 2-ден 1 шығады. Демек, 100-ді 20-ға бөлеміз, 5-тен келеді. Демек, 5-ке екеуінде көбейтеміз. Алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз. Бөлімін 5-ке көйтсек, 20-ны 5-ке көйтсек 100 шығады. Алымын 5-ке көйтеміз, 7-ні 5-ке көйтсек 35 шығады. Бүтін сан жоқ, 0, өтір. Бөлшектің бөлімінде 100 2 0-ден құралады. Демек, бізде мұнда 2 сан болу керек. Алымын қараймыз, 35 2 саннан құралған. Демек, 35-тің өзін жазып қоямыз.